Қайырлы күн достар, мен Мырзабекова Сандуғаш. Бүгін сіздерге Ренессанс ғұламалары Леонардо да Винчи туралы дәрісімді бастаймын. Батыс Европада орта ғасыр мәдениетінің орнына одан ілгерідегі мәдениет қайта оралады. Бұл кезең француз тілінде Ренессанс, қайта өрлеу деп аталады. Бұл дәуірдің негізгі шектеулері 14 ғасырдың басы және 16 ғасырдың соңғы ширегі. Кей жерлерде, мысалы Англия, әсіресе Испанияда 17 ғасырдың бірінші 10 жылдығы жатады. Қайта өрлеу дәуірі мәдениеттік, әлеуметтік сипаты жағынан ерекшеленген. Византия мемлекетінің құлауының салдарынан Еуропаға қашқан византиялықтар өздерімен бірге кітаптары мен Еуропаға беймәлім көптеген антикалық өнер шығармаларының қайнар бұлағын алып келген. Осы тұста Флоренцияда Платон академиясы құрылады. Шіркеудің бақылауына бағынбайтын қоғамдық ғылыми өнер орталықтары дамиды. Бұл гуманизмнің пайда болуына әсер етеді. Антропоцентризм, яғни ең бірінші адамға және оның қызметіне деген қызығушылық адамды тұлға ретінде санайтын философиялық ұғым дүниеге келеді. 15 ғасырдың ортасында антикалық мұрағат пен Еуропаның жаңа көзқарасын таратуда үлкен рөл атқаратын кітап баспасы ойлап шығарылады. Қайта өрлеу дәуірі прото-ренессанс, ерте, жоғары, кейінгі және солтүстік қайта өрлеу дәуірі болып төртке бөлінді. 16 ғасырда қайта өрлеу дәуірінде итальяндық алтын жарма өнері ғұмыры болады. Қысқа болса да осы кезеңде нағыз ғұламалар Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль Санти сынды ұлы үш ғұлама итальяндық шеберлер арқасында керемет туындылар дүниеге келіп өз шыңына жетеді. Біз соның ішінде итальяндық ұлы суретші, архитектор, философ, инженер, математик, музыкант, мүсінші, ғалым, әмбебап адам, Ренессанс мұратының жарқын үлгісі Леонардо да Винчиге тоқталамыз. Ол 1452 жылы Флоренция қаласының маңындағы Амбуазада Пьеро да Винчи деген нотариус пен диқаншының қызы Катеринаның отбасында дүниеге келген. Да Винчи, Винчи қаласынан шыққан деген мағынаны білдіреді. Вазаридің айтуы бойынша, өте сұлу, жарқ ете қалатын келбетімен ол қайғыға батқан әрбір жанның жүзіне от жайнатқан. Оның күш қуатының мықтылығы сонша, тіпті темір, қабырға, қорғасынды тағаны майыстырып жіберетін дейді. Арно өзені алқабының пейзажы 1473 жылы жұмысына алғаш рет мерзімін қояды. Бұл бір жағында қамал, екінші жағында қисайған орманды төбе бейнеленген Уффици шатқалындағы дала өзенінің кішкентай шимайы. Аталған нобай қауырсынмен тез сызылып салынған. Леонардоның өз ескертпелеріндегі жазып кеткен атмосфера құбылыстарына деген бітпес қызығушылығының бір куәсі болып табылады. Жоғары нүктеден көрінген өзен алқабының пейзажы 1460 жылдардағы Флоренция өнерінің мысалы болып табылады. 1466 жылы Леонардо Вероккионың шеберханасына түседі. Оның шеберханасы сол кездегі Италияның орталығы Флоренция қаласында болатын. Сондықтан Леонардо гуманитарлық, ғылым мен техникалық ілімді де қатар оқи алды. Бірде Вероккио Христосты шоқындыру атты картинаға тапсыр салады. Ал Леонардоға екі періштенің біреуін бітіруді бұйырады. Леонардо мен Вероккио жазған екі періште ұстазын басып озған шәкіртті көрсетті. Вазаридің айтуы бойынша, жеңілген Вероккио қылқаламын тастап, кескіндемеге қайта оралмаған екен. Леонардоның 10-нан бастап 100-ге жуық шамадағы өнер табысы болған. Оны дәптерлеріндегі жазбалар мен ескертпелі сызбалардан көруге болады. Мұнда велосипедте қолданатын шынжырлар, түрлі автоматтандырылған ойғыш қондырғылар,
механикалық тоқыма қондырғылары, алтын формасын құятын машина, соғыс машиналары, жаңа музыкалық аспаптар, тиындарды анығырақ басып шығаратын шекімелер жайлы айтылған. Леонардо пистолетке арналған дөңгелектің кілтін тапқандығы үшін мадақталған екен. Леонардо құстың ұшуын да зерттейді. 1990 жылы тұңғыш ұшатын аппараттың үлгісін жобалаған екен. Мұнда жарқанатқа ұқсас қанаттар болған. Онда адамның бұлшық еттер арқылы қозғалу керектігін білген. Анатомиялық зерттеулерінде заманауи ғылыми иллюстрациялар негізін қалады. Бұлшық еттер мен адам денесінің системасын суреттеуде оларды детальданған қатарын жасайды. Ол адам ағзасын табиғи механикаға жатқызған. Сүйектер мен жүйкелер жүйесін ашып сипаттаған. Ұрықтану және салыстырмалы анатомия мәселелерін зерттеген. 1490-92 жылдары салынған сурет Витрувия еңбектеріне арналған. Сурет жазулармен толықтырылып, оның үстіне екі түрлі ұстанымдағы дөңгелек пен квадратты сипаттайтын жалаңаш ер адам бейнеленеді. Сурет пен мәтінді кейде канондық пропорция деп атайды. Позалардың ауысуы кезінде дене орталығы жылжып кететін секілді көрінеді. Ал шын мәнінде дене нүктесі қимылсыз қалады. Адам құрылымының математикалық пропорциясы 15 ғасырдағы Леонардо және басқа да италиялық ренессанстың ең үлкен жетістігі саналды. Оны алтын жарма деп атаған екен. Бұл терминді алғаш рет Леонардо да Винчи енгізген. Гүл ұстаған Мадонна Леонардоның ең алғашқы жұмыстарының бірі. Мадонна мен нәресте алыстан екі терезе ойығынан түскен жарық арқылы көлеңкелі бөлмеге отырғызылады. Жұмыс негізі сол жақтан түскен жарықпен толығады. Жарық пен көлеңкенің көмегімен фигуралардың аумағы жеткізіледі. Замандастары киген киім мен шаш қою үлгісіндегі жас ана баласына гүл беруде. Мұнда кішкентай Иса қолын гүлге созуда, ал жас ана баласының өмір танудағы талпынысына сүйсінуде. Мадонна Литта. Бұл жұмыс сол кезеңдегі суретшілер арасында кең танымал болды. Тек Италия шеберлері емес, тіпті Нидерланд кескіндемешілері де жас Леонардоның әдісін өз шығармаларында қолданған. Біз туындыдан баланың сүттен шығу кезіндегі драмасын көреміз. Әйелдің үстінде қызыл кең қалталы жейде. Бала емізу кезінде көйлекті шеше бермеу үшін арнайы кесілген қиындылар жасалған. Екі қиындыда да оқыпты тігілген. Бірақ бірінші қиындыны асығып жыртқан. Өйткені жоғары жағында жіп үзіктері көрінеді. Анасы баласының сұраған талабын қимай, өз шешімін өзгерткен сәті бейнеленген. Да Винчидің Милан монастыры Санта-Мария делла Грациядегі құпия жиыны ең танымал жұмысы болып табылады. Шығарма монастырдың ас бөлмесіндегі артқы қабырғасына жазылған. Мұнда Христостың шәкірттерімен соңғы асы бейнеленген. Құпия жиын көрінісінде ең негізгісі Исаның «Мені біреуің сатып кетесіңдер» деп айтқан сөзіне алған сахабалардың әсерін жеткізу міндеттелді. Бір сәт тыныштықтың артында жиналыстың үлкен қозғалысы басталары анық. Библия аңызы бойынша Иса алдын ала сатқын бір уақытта тамаққа қол созатынын ескертеді. Алдымызда атақты Мона Лиза. Толық атауы итальянша Лиза Джаконда ханымның портреті. Аталмыш туынды жоғарғы қайта өрлеудегі ең үлгілі портрет болып табылады. Мона Лизаның күлімсіреген езуі картинаның ең танымал жұмбағы саналады. Суретші өзі бұрыннан жетілдіріп қолданып көрген тәсілдер арқылы әсіресе өзінің ең танымал сфуматасын да жеткізеді. Сфумата дегеніміз бұл бет пен дене шек контурларды білдіртпей жабатын көрінер-көрінбес түтінді қабат. Ал соңғы кезеңдерде 1516 жылы бірінші Францисктің шақыртуымен Францияға көшеді.
Өмірінің соңғы 4 жылын осында өткізген ол, аяқталмаған еңбектерін бітірумен айналысады. Ұлы ғалымның артынан 7.000-ға жуық парақ жазбасы қалған. Ол жазбалар жүйеленіп, кейіннен 3 трактат болып халыққа жария болды. Атап айтсақ, көркем өнер трактаты, аналитикалық кодекс, құстардың самғауы туралы трактат деп аталады. Ұлы ғалым 1519 жылы Клу сарайында дүниеге салды. Жалпы, ұлы ғұлама Леонардо да Винчидің шығармашылығы бүгінгі таңда әлем бойынша баға жетпес құндылыққа айналған. Оның ғылыми еңбектері бүгінгі заманның дамыған техникасына, көптеген суретшілердің шығармашылығына үлгі болып, бейнелеу өнерінің шыңына айналған.